Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге 5 пармақ күрішпен пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаған болса лайк қойып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне күшті болып, күріштері әп-әдемі болып, бір-біріне бірікпей піседі. Ет асып жүрген шығарсыздар, білесіздер ғой барлықтарыңыз. Бұл жерінде күріштің рецептіне бөлісіп кетейін. Табада май қойып, күрішін қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұзын саласыздар. Қуырып болғаннан кейін сорпасынан, қайнап жатқан сорпадан құямыз. Сорпасын құйғанда кішкене күріштен асыратындай етіп сорпасын құямыз. Одан кейін пергамент бумаганы үстінен қапағын жауып, ашпастан 15 минут пісірсеңіздер, осылай бір-біріне бірікпей әдемі болып піседі. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаған болса лайк қойып, подписаться етіңіздер. Алда тағы да видеолар болады. Енді бешбармақ деген жылқының етінен күшті шығады, дәмді.